Сәлем достар, көңіл күйлеріңіз қалай? Сіздермен бірге мен, Диана. Егер анимациялық фильмдерді сүйіп көретін болсаңыздар, түсіндеріңізге жаңадан шыққан жан фильмін қосып қойсаңыздар керемет болады деген ойдамын. Мына дүниеде қайғырыңмен танылғың келеді. Бұл планетада өмір деген қасқағым емес пе? Қабілеттеріңе сай адам болғың келе ме? Уақытыңды бос тірлікке жұмсама. Мен не істеп отырмын? Алтын уақытыңды тек өзің үшін, тек ұтымды нәрселерге ғана жұмса. Сені шабыттандыратын нәрсеге. Әлемге жаңалық әкелетін, болмысыңды көрсететін нәрсеге арна. Disney мен Pixar ұсынады. Pixar батыс анимация әлемінде 10 жылдық қатарынан ерекше сюжетімен адамдардың көңілінен шығып келе жатқан ерекше студия. Бұл жолы туынды авторлары адамның табиғатын көрсетуде ерекше жол тапқандай. Фильм мектеп оркестрінде сабақ берсе де жас бағытын қуған Джоның өмірі туралы. Бір күні ол атақты саксофоншы Уильямспен бір сахнада өнер көрсету мүмкіндігіне ие болады. Қатты қуанған Джо жүгіріп бара жатып, аузы ашық тұрған канализация құдығына түсіп кеткен өзі байқамай қалады. Бүгін шашымды алдыруым керек, досым, маған көмектесші. Кешіріңіз. Есін жиған ол дүниеге апарар жолда тұрған түсінеді. Бұған сене қоймаған Джо қашып жүріп, адамды жер әлеміне жібермес бұрын тұлға ретінде қалыптастыратын аймаққа тап болады. Өмірге қайта оралып, өз арманына жету үшін Джо 22-ші жанның тәлімгері болады. Талқылауға қиын ауыр тақырыптар жан фильмінде ерекше көрсетілген деген ойдамын. Жасына қарамастан кез келген көрермен өзіне керек ойды түсінетіні анық. Pixar студиясының жаңа туындысы батыс анимация тарихындағы ең тапқыр әрі мағыналы отбасылық мультфильмдер тізімінде көш бастайтыны сөзсіз. Достар, осымен біздің айдарымыз аяқталды. Сіздермен бірге болған мен, Диана. Келесі кездескенше сау болыңыздар.